Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез дайындалатын пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа, 170 грамм қант, 1 шай қасық қопсытқыш, 200 грамм ұн, 2 ас қасық майонез керек болады. Алдымен жұмыртқаны сарысынан ағын бөлек ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын тереңдеу ыдысқа саламыз. Оның үстіне 170 грамм қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Біздің миксерлеген кездегі массамыз крем сияқты болу керек. Миксерлеу уақыты шамамен 5-7 минутты алады. Миксердің жылдамдығы ең басында ақырын, одан кейін қатты жылдамдықпен миксерлейміз. Достар, бізге қажетті масса шыққанша миксердің жылдамдығын жоғарыға көтере отырып, жақсылап миксерлей береміз. Бізге керекті масса міне осындай болып шығуы керек. Бізге керекті масса шыққаннан кейін келесі құрамды қосқан кезде осылай венчикпен ғана араластырамыз. Немесе қасықпен араластырамыз. Бұл міндетті, достар. Осылай жұмыртқаны қосып, біркелкі болғанша массамызды араластырамыз. Келесі кезекте массамызға 2 ас қасық майонезді салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Достар, әр құрамды салған сайын жақсылап араластырамыз. Бізде біркелкі масса болу керек. Осыдан кейін барып, 200 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышты салып, електен өткізе отырып, массамызға араластырамыз. Достар, бір ескертетін нәрсе, 200 грамм ұнды бірнеше бөліктерге бөле отырып саламыз. Мен мына жерде 3 бөлікке бөліп салдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Бірден ұнның бәрін салып жібермеңіздер. Бұл маңызды. Достар, міне біздің пирогымыздың массасы дайын болды. Осындай қоюлықта болу керек. Мен осындай силиконды ыдысқа пісіремін. Сіздер өздеріңіздің күнделікті пирог пісіретін ыдыстарыңызға пісіре берсеңіздер болады. Пирогты 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Достар, енді пирогтың арасына құятын осындай пропитканы дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм суға 3 шай қасық қантты салып жақсылап араластырамыз. Газда қайнатып алсаңыздар да болады. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майды және 300 грамм сгущенканы қосып, жақсылап миксерлеп қоямыз. Бұл да біздің пирогымыздың арасына салуға керек. Достар, мінекей біздің пирогымыз да дайын болды. Дайын болған пирогты 2-3 минуттай суытамыз да, осылай ыдысқа төңкеріп, ыдыстан босатып аламыз. Және келесі кезекте біз пирогты 2 бөлікке бөлуіміз керек. Ол үшін бізге пышақ және жіп керек болады. Пышақпен осылай жиегін сәл-сәл ғана босатып аламыз. Одан кейін кәдімгі үйдегі жіппен ортасын 2-ге бөліп аламыз. Бұл пирогты 2-ге теңдей қылып бөлу үшін керек болады. Міне осылай бөлгеннен кейін қант араласқан суымызды қасықпен осылай құйып шығамыз арасына. 2 бөлігіне де осы қант араласқан суды құйып шығамыз. Келесі кезекте осы салманы арасына сіңдіріп тұрып жағып шығамыз. Бұны да 2 бөлігіне де сіңдіріп жағамыз. Келесі кезекте 2 пирогты бір-бірімен беттестіреміз. Және артылған сгущенканы осы пирогтың бетіне жағып шығамыз. Достар, пирогтың бетін өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Мен осылай артылған сгущенканы жақтым және ертілген шоколадты қолдандым. Сіздер кез келген жеміс-жидектерді, өз қалауларыңызша печеньелерді қолдануларыңызға болады. Достар, пирог сондай жұмсақ, әрі дәмді, әрі тез дайындалады. Сіздерге пирогтың рецепті ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылыңыздар және өз достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Мен үшін сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды.
Достар, байқасаңыздар, міне кескенде де пирог сондай жұмсақ болып кесіліп жатыр. Және тағы бір ескертетін нәрсе, бетін әрлеп болғаннан кейін 30-40 минут пирог тоңазытқышта тұруы керек. Бір-біріне дәмі сіңуі керек. Сол үшін 30-40 минуттай тоңазытқышта ұстаған дұрыс.